Әбілқайыр хан даңғылындағы нөмірі 73 үйде болған өртке бір ай толды. 3-ші қабаттағы 69-шы пәтерде от тұтанып, қызыл жалын 30 пәтерді шарпыды. Өрттен соң қалалық әкімдік тексеру жүргізіп, 19 пәтерді жөндеу қажет деген шешім шығарылды. Барлық 19 пәтерге демеушілер табылған. Кәсіпкерлер әр пәтерге кемінде жарты миллион теңгеден қаржы жұмсаған. Одан бөлек зардап шеккен 12 жанұяға 100 мың теңгеден бір реттік әлеуметтік көмек көрсетілген. Өрттің неден шыққаны әлі ресми түрде жарияланған жоқ. Тергеуді облыстық ішкі істер департаменті жүргізіп жатыр. 30 үйдің 19-ына жөндеу жұмыстары қажет болды. Бүгінгі уақытқа дейін 19-ның 10-ына жөндеу жұмыстары аяқталды, 9-ның жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. 19-ына барлығы демеушілер табылып тұр. Балалар мен жасөспірімдер шығармашылығы орталығының басшылығы мемлекетке күш түсірмеудің жолдарын қарастырып жатыр. Жұмыс сапасын арттырып, қосымша ақылы үйірмелер ашылуы мүмкін. Орталықта қазір 1020 бала шығармашылықтарын шыңдайды. 500-ге жуығы тегін үйірмелерге қатысады. Дені аз қамтылған көп балалы отбасылардан шыққан. Ақылы үйірмелердің құны 1400 теңгеден жоғары. Педагогтарға бизнес жоспарлар жасау туралы ұсыныс жасалған. Понять можно, да, что сейчас время меняется. Уақыт өзгереді. Жиналыс өткізгенде педагогтарыма бюджетке күш түсірмес үшін бизнес жоспарлар ұсыну туралы айттым. Қосымша үйірмелер ашу туралы пікір ұсыныстарын білдірсе, мүмкін өткендегі дау жұмыс сапасын арттыру үшін серпіліс болған шығар. Дегенмен қалалық әкімдікке ата-аналар мен педагогтар атынан алғыс айтамын. Ақтөбеде парасатты өмір аймақтық форум өтті. Форумда мүгедек жандарды емдеп, оңалтуға арналған орталықтардың басшылары есеп берді. Қазір өңірде 25 мың мүмкіндігі шектеулі жан бар, 4 мыңға жуығы бала. Облыстағы мүмкіндігі шектеулі жандар таситын 7 инватакси бар. Аймақтық форумда көлік саны тағы біреуімен толықты. Сыйлықты облыстық мүгедектер қоғамына Халық қайырымдылық қоры мен Халық банкі бірлесіп жасады. Құны 9 миллион теңгеден асады. Мүгедектер арбасын көтеруге арналған құрылғымен жабдықталған. Есіктері Қарғалы, Ақжар, Жаңақоныс және Құрашасай ауылдарына қатынайды. Жаңа көлік болашақ жолаушылардың көңілінен шықты. В этом году Халықбанку исполняется 95 лет. Биыл Халықбанкке 95 жыл толды. Осыған орай жыл басында 95 қайырымды іс марафонын бастадық. Банктың еліміздегі 22 филиалы атсалысу керек. Біздің филиал мен Халық қайырымдылық қоры бірігіп, бүгін мүмкіндігі шектеулі жандар үшін инватакси сыйға тарттық. Ал жалпы еліміз бойынша 20 инватакси биыл беріледі. Жоба құны 191 миллион теңгеден асады. Қалада 3 жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы әлі жүріп жатыр. Екеуі Әлия Молдағұлова даңғылының бойында орналасқан. Үшіншісі 12-ші шағын ауданда. 5-ші шағын аудандағы жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы аяқталуға жақын. Өткелдерді салып жатқан мердігер мекеме Электросетстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қазір лифт қондырылып жатыр. Өткелдің ұзындығы 32, биіктігі 6 метр. Жарық шамдар орнатылған. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін пандус та бар. Февраль айында біту керек, негізі. Подрядчик енді осы айда бітірем деп жатыр. Ол жаңағы күнде жүрмейтін зат емес, ол деген жаңа страховкаға салынып жатқан зат қой, мысалы. Кейде свет болмаса, лифт істемей қалса, сонымен өтетін. Негізі жаңа мүгедектер, баласы бар азаматшылар, жаңа коляскамен жүргенде лифтмен көтеріледі. Қалай сізге айтқанда, орысша айтқанда пожарный выход дейді ғой мысалы. Келесі күзге дейін қала тұрғындарын көкөніспен қамтуға жететін қор жасақталды. Өнімдердің 90% пригородный ауыл шаруашылық фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен жеткізілген. Қалған 10% Актеп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өсірген 70 тонна картоп. Тұрақтандыру қоры пригородныйдан картоптың келісін 60 теңгеден, жуа мен 40 қабатты 48, ал сәбізді 58 теңгеден сатып алады. Кейін базар және дүкендерде бұл өнімдер 10-15% өсімақымен сатылады. Хозфирма пригородный работает со стабилизационным фондом города уже более 5 лет. Біздің фирма қалалық тұрақтандыру қорымен 5 жылдан астам уақыт әріптестік байланыста. Жыл сайын тұрақтандыру қорының қоймасын толтырамыз. Биыл 800 тонна картоп, 200 тонна жуа және 100 тонна сәбіз бердік. Бұл тұрақтандыру қорындағы өнімнің 90%. Жер, мүлік және көлік салығын төлеу мерзімі 1 қазанда аяқталды. Осыған орай салық төлемеген жеке тұлғалар ендігі жерде әр күнге өсімпұл төлейді деп хабарлайды облыстық мемлекеттік кірістер департаменті. Сонымен қатар мемлекетке берешақ тұлғаларға 2-ші деңгейдегі банктер қызмет көрсетпейді. Қазір жер салығы бойынша 33 мыңға жуық, мүлік салығы бойынша 56 мыңға жуық жеке тұлға мемлекетке қарыз. 01-11-2018 жылғы жағдай бойынша жер салығы бойынша берешағы
32.734 жеке тұлға, оның сомасы 40.081,4 мың теңге. Мүлік салық бойынша бере жағы 55.825 жеке тұлға, оның сомасы 122.616,9 мың теңге. Жеке тұлғалардың көлік салығын төлеу мерзімі 31 желтоқсанда аяқталатындығын хабарлайды. Бүгінгі күнде дейін көлік салығы бойынша жеке тұлғалардың бере жағы 190.252,8 мың теңге, 8.985 жеке тұлға бойынша. Қаладағы әлеуметтік бейімдеу орталығында 49 адам тұрып жатыр. Тұрғындардың 80% мүгедек. Көпшілігі суықта далада қалып, қол-аяғын үсіріп алған. Орталық 150 орындық. Аяз басылса, тұрғындардың саны артуы мүмкін. Биыл бейімдеу орталығына мемлекеттен 74 миллион теңге бөлінген. Бұл қаражат көше кезбелерін тамақтандыру мен дәрі-дәрмекке жұмсалады. Орталықта паналап отырған 8 адамның құжаты жоқ. Тағы 4 адамның куәлігі ресейлік. Орал қаласына барып, құжаттарын реттеп келу үшін әрқайсысына 30 мың теңге қажет. 8 адам паспорттары жоқ, ол деген бөтен мемлекеттен келген адамдар. Сосын деген развалдан кейін деген қызыл паспорт қолдарына қалды. И потом қайдан еткен, ол, например, Беларусидан тұрған, туған жер Беларусидан, Қазақстанға келген. И свидетельство о рождении жоқ, сосын біздер куәліктер болмағасын істей алмаймыз. Запрос жібереміз, келмейді. Консультство нетеді. Миграционная полиция соны бірге жұмыс істейміз, но бұлай паспортты істеліп жатқан деп айта алмаймын. Жедел жәрдем қызметінің салғырттығынан 7 жастағы қыз бала қайтыс болды. Дәрігерлер шақыртуға 49 минуттан кейін барған. Баланың дене қызуы көтеріліп, аяқ-қолы құрысқан, кейін есінен танып қалған. Қайғылы жағдай бойынша денсаулық сақтау министрлігі тексеру бастады. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшылығы жедел жәрдемнің кеш жеткенін мойындады. Шұғыл комиссия бейнежазбаға зерттеу жүргізген. Жедел жәрдем бригадасы этика және деонтология ережесін өрескел бұзды деген тұжырым жасады. Дәрігер мен диспетчер уақытша жұмыстарынан шеттетілген. Баланың өлімі медициналық қызметкердің салғырттығынан болса, қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Жедел жәрдем бекетінің бас дәрігері жұмысынан босатылуы мүмкін. Қазіргі уақытта мына екі себепті біздер предварительно тауып отырмыз. Бірінші себеп, оны біздер человеческий фактор дейміз. Мына звонок алған диспетчер мына звоноктың себебін дұрыс жазбағандан мына АИС системасы оны дұрыс емес категорияға, 4-ші категорияға, жылда көмек керек емес категорияға беріп отқаны. Ол бірінші себеп. И екінші себеп, оған көмекші болған, тағы да бір 10 минутқа задержка туғызған. Ол деген мына шақырған кезде волнениеден анасы адресті Нұр-Сити микрорайон 4 дегенде сояққа барғанда, ояқта олар тұрмайды екен дәлел дегенде жедел жәрдем көмек қайттан Нұр-Ситиға тұратын адресіне барғанын айтамыз. Күзгі демалыс кезінде облыста каникул жедел алдын алу шарасы өтті. Қазанның 29 мен қарашаның 5 аралығында әкімшілік құқық бұзған 200 жасөспірім полиция бөліміне жеткізілді. 25 бала уақытша бейімдеу орталығына жіберілді. Ал балаларының түнгі жүрісін қадағаламаған 155 атана әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жедел профилактикалық іс-шараның уақытында әкімшілік құқық бұзушылық жасаған жасөспірімдер полиция бөліміне 200-дей жасөспірім жеткізілді. Оның ішінде 25-і кәмелетке толмағандар уақытша бейімдеу орталығына орнатылды. Ішкі істер органында 18 кәмелетке толмаған және 19 жайсыз отбасы есепке қойылды. Өңірдегі негізгі табиғи монополия субъектілері коммуналдық қызмет ақысын көтермейді. Бұл туралы коммуналдық мекемелердің мамандары мен облыстық табиғи монополияларды реттеу департаменті өкілдерінің кездесуінде айтылды. Энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігі электр қуатын таратушы мекеме. Қазір компанияның тарифі 4 теңге 36 тиын. Баға 5 жылдан бері осындай. Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамында 22 миллиард теңгеге жуық инвестициялық бағдарлама бекітілген. 21 миллиард теңгесіне 3 ауданға көгілдір отын жеткізілген. Ал биыл 25 субъекттің 240 миллион теңгеден астам негізсіз кіріс табу дерегі анықталған. Қазір артық алынған ақша тұтынушыларға қайтарылып жатыр. Ұзақ мерзімдік шекті тарифтерге көшу бағдарламасы аясында 16 кәсіпорын инвестициялық бағдарлама бекіткен. Қазіргі уақытта барлық табиғи монополия субъектісіне 5 жыл мерзімге, ұзақ мерзімге тарифтер бекітілген болатын 2016 жылы.
2015-2022 жылдар аралығында 16 табиғи монополия субъектісіне 52 миллиардтан астам сомаға инвестициялық бағдарламалар бекітілді. Осы бағдарлама аясында олар өздерінің жүйелерін қайта жарақтандыру, жөндеу жұмыстарын атқару көзделген. Қазіргі таңда енді жартысынан астам сомаға жұмыстар атқарылды. Ақтөбе энергосынап жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызмет ақысын өсіру арқылы 122 миллион теңгеден аса үстеме пайда көрген. Бұл деректі облыстық прокуратура монополияға қарсы органмен бірлескен талдау нәтижелері барысында анықтады. Прокурорлық қадағалау актілерімен қазір электр энергиясы және жылумен қамтамасыз ету тарифтері төмендетілді. Ақтөбе энергосынап жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметінде жалпы сомасы 122 миллионнан астам теңге мөлшерінде үстеме пайда алу фактілері анықталды. Прокурорлық қадағалау актілері бойынша басқа тұтынушыларға электр энергиясын жеткізу бағасы 1 киловатт үшін 17 теңге 62 тиыннан 17 теңге 23 тиынға дейін азайтылды. Коммуналдық қызмет ақысын төлемей жүрген ақтөбеліктер темір тұлпарынан айырылады. Трансэнерго акционерлік қоғамының қызметкерлері сот орындаушыларымен бірлесіп автоқиын кешенінің көмегімен қарыз бар тұрғындардың көлігін тоқтатты. Базаға енгізген ақпараттан жүргізушінің қарызы бар жоғын анықтады. Өткен 9 айда қала бойынша 1000-нан аса тұрғын борышкерлер тізіміне алынған. Жеке тұлғалардың арасында ең үлкен қарыз 500 мың теңге, ал бір заңды тұлға коммуналдық қызмет үшін 3 миллион теңге қарыз. Трансэнерго акционерлік қоғамы жылу үшін төлем төлемеген 40 тұрғынды сотқа берген. Берешек тұрғындардың көліктері айып тұрағына әкетілген. 2000-нан астам ақтөбелік биыл жұмысшы мамандықтарына оқытылған, ал 1700-ден көбі уақытша әлеуметтік жұмыстарға орналасты. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілі Құттымұрат Шамшиев өткізген семинарда айтылды. Облыста 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламаны жүзеге асыру үшін биыл 7,4 миллиард теңге қаржы бөлінген. 44 мыңнан көп ақтөбелікті жұмыспен қамту жоспары жыл басында құрылды. Ал бағдарлама 3 бағыттан тұрады. Алғашқы бағыты техникалық және кәсіптік біліммен қамтамасыз етіп, қысқа мерзімді курстарда оқыту. Бұл бойынша 3000-нан астам азаматты қамту қажет. Ол үшін 2 миллиард теңге жұмсалады. Екінші бағытымыз бұл микрокредиттау. Бұл жөнінде бізде 4,8 миллиард теңге қаражат қарастырылды. Оған 473 облыс тұрғындары микрокредит алып, өзінің істерін бастап кету керек. Осы микрокредит арқылы. Сонымен қатар үшінші бағытымыз бұл уақытша жұмыс орындары. Ол әлеуметтік жұмыс орындары. Оған біз 1765 адамды бағыттаймыз деп жоспарладық. Оған 285 миллион теңге қаражат қарастырылды. 52 өзбек азаматымен бірге өртеніп кеткен автобус жүргізушілері Нұржан Қырғызбаев, Мақсат Пернебеков, Барат Таңатовтардың әрқайсысы 5 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Жазаларын қоныс колониясында өтейді. Үшеуі де 7 жылға жолаушы тасымалдау саласында жұмыс істеу, көлік жүргізу құқығынан айырылды. Ал автобусты тексеріп жарамсыздығына қарамастан жолға шығуына рұқсат берген механик Бахадир Пердібаев пен автобусты жалға алушы Азия Транзит Сервис компаниясының құрылтайшысы Нұрлыбек Төлепбаев 3 жыл 6 айға бас бостандықтарынан айырылды. Олар сот залынан қамауға алынды. Жазаларын қоныс колониясында өтейді. Екеуі де автокөліктердің техникалық жағдайын тексеру және жолаушылар тасымалдау саласында 5 жылға дейін жұмыс істей алмайды. Бесеуі бірігіп жәбірленушілердің әрқайсысына 2 миллион теңгеден материалдық, моральдық шығын төлейді. Сотталушылар да жәбірленушілер де сот үкімімен келіспеді. Кінәсізден кінәсіз біз қамалып кетіп бар, бала шағамызды кім басырайды біздің? Келіспеймін мен мұна үкіммен. Апелляция бересіз ба? Берем, жазам. Қайтпаған мен 7 бала шағамды. Кәмелетке толмаған бала шағам да бар менің. 5 бала шағам бар. Маған да оңай емес 7 бала шағамды осы заманда бағуға. Өзбектер қалай қаңғырса, бұларды ауылда өз солай қаңғырып жүрген жұмыс істеп. Өкімет жұмыс бермесе, басқа бермесе, қақтан табады ақшаны? Жазықсыз деп ойлаймын. Жазықсыз, ешқандай жазығы жоқ, жазықсыз бұл жерде. Әділ сот болған жоқ деп ойлаймын мен. Ештеңе істемеймін, күйеуім де еш жерде жұмыста тұрмайды өкіметте. Екеуміз де боспыз. 2 жылдан бері өкіметке жазылғанбыз, жұмыс бермейді бізге. Қақтан жұмыс істейміз біз. Кішкентайыңыз нешеде? Ең кішкентайым 6 жасар. 2 студентім бар, 5 бала шағам бар. Қалай мен оларға ақша төлеймін мен? Өз күнімді өзім зорға тауып отырған адаммын, ауылда жұмыс жоқ ешқандай істейтін. Жазықсыз 9 айдан бері давлениесі көтеріліп кетті өзінің жазықсыз болғанына.
міне докторға да көрсетіп жатыр, кеше де басып МРТ-ға да түсіріп келіп жатырмын. Қайтем? Балдарыңыз біле ма негізі? Білмейді. Папамыз келеді жұмыста деп отыр. Міне 9 айдан бері, 10 айдан бері алдап отырмын. Жұмыстан әкелемін деп. Облыс бюджетіндегі шығын көлемі 2 миллиард 236 миллион теңге. Облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Гүлқасым Сүйінтаеваның айтуынша, жылдың соңына дейін білім басқармасына тағы 1 миллиард 175 миллион теңге берілмек. Бұл қаражат аймақта биыл бой көтеретін 11 мектепті жабдықтауға және балабақшаларда мемлекеттік тапсырыстарды орындауға бағытталған. Шығынның 174 миллион теңгеден көбі облыстық маңызы бар тас жолдарды күрделі және орташа жөндеуден өткізуге бағытталады. Оның 150 миллион теңгесіне Ақтөбе Болгарка Шұбарқұдық Ойыл Қобда тас жолдары орташа жөнделеді. 355 миллион теңгеден көп қаржы қаланың шағын аудандарын абаттандыруға жұмсалады. Нұрақтөбе, Хромтау, Қарғалы аудандарына инженерлік желі тартуда қосымша қаржыны талап етеді. Ол үшін мамандар 220 миллион теңге сұрап отыр. Біліктіліктерін артырған өрт сөндірушілерге сертификаттар тапсырылды. 78 сержант оқуды сәтті аяқтады. Олар енді лейтенант атағын алады. Өрт сөндіру бөлімдерінің қарауыл басшысы лауазымын иеленеді. Қайта даярлау курстарына Астана, Алматы, Ақтау, Шығыс Қазақстанның өрт сөндірушілері қатысты. Өзіміздің біліміміз шыңдап, кіші бастық орнына тағайындалуға бізді осы 2 ай бойы біздің іс тәжірибелерімізді айқындап, қалай жұмыс жасау керек екен, кіші бастық құрамының қалай мықты болу керек екен, алға қойған мақсаттың офицерлік шенінің қалай ерікті екенін сезінуді осы 2 ай бойы осы оқу өңірлік Ақтөбе қаласынан шыңдадық білімімізді. Жаңалықтарды сонымен қатар ғаламтордағы Рика ТВ KZ сайтынан оқып көруге болады.